Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Видео осындай желінбей қалған қаймақ болатын болса, оны тастауға асықпаңыз. Одан да осындай өте дәмді болып шығатын, нәзік, жұп-жұмсақ болып шығатын пирогты менімен бірге дайындаңыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, қаймақ, шекер және де ұн мен қамыр қопсытқыш қажет болады. Ең алдымен жұмыртқаға барлық шекерімізді салып, миксердің көмегімен маған 3 минуттай уақыт кетті. 3 минуттан көлемінде біздің жұмыртқалы массамызды аппақ болып көпіргенше араластыратын боламыз. Біздің масса дайын болды. Енді оның үстіне қаймақты салып, оны да миксермен 20 секундтың көлемінде араластырып аламыз. Енді біздің ұнымызға міндетті түрде електен өткен болу керек. Оның үстіне қамыр қопсытқышты салып, біздің массамызға венчиктің көмегімен екіге бөліп салатын боламыз ұнды, және де өте баяу араластырамыз. Біздің массамыздың көлемін жоғалтып алмауымыз керек. Сол себепті де астынан үстіне қарай өте баяу араластырамыз. Біздің масса дайын болды. Енді оны формаға құятын боламыз. Мен мына жерде 22 диаметрлік форманы пайдаландым. 20-22 диаметрлік форма пайдалануға сіздерге де кеңес беремін. Әрине, одан үлкен формаларда сіздің пирогыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Осылай пирогтың бетін тегістеп, қысып тұрған 170 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Пирог пісіп шықты. Енді біздің пирог толықтай суығаннан соң ғана формадан шешіп алатын боламыз. Және де өз қалауларыңызға қарай бетін әсемдесеңіздер болады. Пирог өте жұмсақ, өте дәмді және өте нәзік, ауызда еритін болып шығады. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, тіркеліп кетіңіз.